Қазақпыз намыс оты ойнап жатқан, өмірін өлеңменен тойға арнатқан, кешегі кеңестейтін кесір заман, жолына әз наурыздың қойған қақпан. Сол қақпан 70 жылдай сорымыз боп, тірсегін тілдініңнің шойнаңдатқан. Наурызды діншілдіктің сарыны деп саясат санамызды ойрандатқан. Жердің беті жаңарар мереке бұл, арылып жан дүниеміз ойдан батпан. Кешегі ашаршылық кезінде де сирақ сіңір қалмаған сойған лақтан. Әрбір үй жинап теріп көже жасап, азықпен қырдан тапқан, ойдан тапқан, тәуелсіз ел атанып, осы емес пе дәстүрдің тереңіне бойлап жатқан. Президент құттықтап келсе кеше, тілекші боп ағайын қой жан-жақтан. Мың алғыс Түркістанның ел жұртына, ертеңнің өсиетін ойлап жатқан. Жоқтықта жоғалмаған оу әз наурызды, тоқтықта дүркіретіп тойлап жатқан. Игигигаккоу агигайеугай, агигигаккеу игагагагагаг. Еу екеуміз намысы бірей бөрік тұлмыз, назарды жекпе-жекке бөліп тұрмыз. Ассалаумағалейкум Еркош ағам, ақ сәлеміні болып беріп тұрмыз. Бұл айтыста дәл бүгін бір-бірімен тамаша жұп болыпты көрік тұлғыз. Ең болмаса тимедау еншімізге, жансая мен жұлдызда елік бір қыз. Екеуміздің айтысымыз кіл сәтсіз шығушы еді, қолайсыз қарсыластар болып тұрмыз. Қанша жерде айтысымыз сәтсіз шығып, талайын өлтіріп ек нервтің біз. Жолы болмай жүргендер мұнда келіп садақасын кетуші еді беріп күндіз. Біз де солай дәл бүгін үміттеніп, есігіңнен оңаттап еніп тұрмыз. Кесіріңнен бұл жолы сақтай көр деп кесененің жанына келіп тұрмыз. Ұлыстың ұлы күні ұлдарыңның жолына сәттілікті серік қылғыз. Ол үшін ағайыннан қолдау керек, айқайлап қиқу қоспай неғып тұрмыз. Көрерменнің көңілінен Самарқанның көктасындай бұйырса еріп тұрмыз. Қос алтын алған ей ақынына, қос қолын аямайт деп сеніп тұрмыз. Игигигаккоу агигайеугай, агигигаккеу игагагагагай. Еу көз көрді жасыл желегоу барқыт белді, наурыздан ауат самал аңқып телді. Шеберлер одағының төрағасы еңсесі Ерекеңнің дәл тіктелді. Домбыра жасайтұғын ұста болып, аспабы алыс жақын қамтып телді. Былтырғы бір қызықты мен айтайын, жаным қалап тұрған жоқ, сәл күткенді. Былтыр Бекеңменен айтысқанда езуден ел халыққа сарқыт берді. Үш ішекті домбыра ұстап шығып, жырымен арқадағы балқыт делді. Мықты болсаң үш ішек тартып көр деп, Бекеңе бір өтініш айтып көрді. Тарт алсаң домбырамды сыйлаймын деп айтқаның негізінде артық болды. Ал Бекең не істеді дейсіздер ме? Алдыда түк қиналмай тартып берді. Кейлерге қару беріп ойнама деп домбыраңды қайтадан қайтып берді. Сол айтыс біткеннен соң бұл Ерекең сақилығын бойдағы сарқып берді. Бекеңе бір домбыра жасаймын деп көңілі аяқ асты шалқып берді. Сүйеніп өткен күннің дерегіне бір жағдайды айтып ем мен еліме. Бір жылдан астам уақыт болып қапты, бір домбыра беремін дегеніңе. Елуге келген кезде сол аспапты сеніп ем сыйлық қалып келеріңе. Ол үміт бекер бопты, көзім жетті, даңғырлап бос келіпті шелегіде. Сонда не сіз жасаған домбыраның беттақтайы 5 жылдай кебеді ме? Аспабыңды алғанша ақсақалдың бала сәлде 60-қа келеді ме? Түркістан 3 жылда түрленді ғой, ал сіздің кешігудің себебіне
Bir жылда bir домбыра жасамасаң, bir одақты басқарып керегіне. Бекеңде күмәнменен қарайып тұрғау, сол сыйлықты дәл қазір береріңе. Ал енді қошемет деп сөз берейік, текенің текті туған өреніне. Қымбат кәде берудің шебер емес, құрғақ уәде берудің шеберіне. Ау, Мейірбек айтқаныңның бекар бәрі. Ақтуын адалдықтың көтергені. Бекеңнің домбырасын жасап қойғам. Өтірік айтсаң сөзіңнің кетер дәмі. Тосын сый жасаймын деп ойлап едім, орындалып қалса деп жеке арманы. Алайда ойлағандай болмай шықты. Тұрғанда Түркістанға бет алғалы. Оңбаған Плоярстан алмай қойды. Сенбесең көз отыр ғой секеңдәлі. Айтсын арстанына әдейлеп, оюлап өрнек тебем не таңбаны. Көз майымды тауысқан қайран домбыра қайтейін аэропорттан өт алмады. Көктегі арыстанның кесірінен жердегі арыстанға жет алмады. Айтқандай аманай мен заманайды, мейрамда күңіренген жарамайды. Ағаңа бір домбыра бермедің деп Мейірбек домбырасын сабалайды. Арамызды бір аспап бөл алмайды, болар ел бірін бірі бағалайды. Алтыннан домбыра алған ағам ғой ол, не қылсын қайың менен қарағайды. Бекарыс пен Еркебұлан аман болса, Түркістаннан ештеңе аямайды. Мен өзімде алтын домбыра алған кезде, астан емес әкелдім Түркістанға. Ол тарих саған әйгі, маған әйгі. Той болса Түркістанда туған жұртым, мені де келеді-ау деп шамалайды. Жолыма қарап отқан туған елім, не әкелді деп қолыма қарамайды. Айтсарыңды білген соң кешеме мен, аямай дайындапсың кесе көлең. Көп айтсымыз ол рас сәтсіз болады. Бұл нәрсе белгілі ғой бесенеден. Кесененің қасына келіп тұрсаң, сауаптан жазсын Алла еселеген. Сәтсіз сәтті болса көрерміз кесенеден, сәтсіз болса көрерміз пешенеден. Көргендей қуанатын бабам көзін, ей туған ел әкем дөзің, анам дөзің. Ассалаумағалейкум Түркістаным, арқадан келіп қалдау адал бозың. Осы жердің шаңына аунап өстім, ол менің бұлдырлаған балаң кезім. Арқаға кеткеніме 25 жыл сырт жақта байқап өстім, шамам дөзім. Наурыз болат деген соң Түркістанда жеттім ғой желге мініп табан дөзім. Оған қоса 50-ге келіп жатыр Бекарыстай ақын һәм шабан дозым. Қабат келген қос тойың құтты болсын, құттықтап кетсем деймін ағам дөзім. Ал ағайын ел, бұл тойды бастау біздерге бұйырыпты, осыдан ақ білерсің бағам дөзің. Ал ағайын қиқулдап қолдап жібер, Алла түзу болсын маған көзің. Той бастаған серкедей келді алдыңа, жайлауда жатып қалған жаман қозыңа. Тұрғанда Бекең 50 жасқа келіп,
Айтысты біз осылай бастап едік. Тойына домбыра әкеп бермедің деп қайтеміз Мейірбекжан қасқа болып. 50 жас баланың вечер емес, тос айтып алдап кетер ақша беріп. Парасат биігіне шыққандарға рухани кеш сыйлайық дастан өріп. Бекеңнің парасатты екендігін паспорттап кеткен жоқ па патша келіп ай. Дүние көз алдаған ал қызылды, өмірдің басы болды арты зілді. Айналайын Мейірбек, аман бысың, ал ендеше қолыңа ал тізімді. Бармайық ұсақ түйек әңгімеге, айтайық елдің жайын нарқы құнды. Екеуміз көрші ауданның балдарымыз, бөліспей бөліп жеген жар түзімді. 90-шы жылдары Тоқырауда Түркістан базарының даңқы жүрді. Сол кезде сіздің елдің тұрғындары қолына жасап алып бар тізімді. Тоқылдақ пойызбенен тауар тасып, Шиелі Жаңақорған халқы жүрді. Келеміз араласып, содан бері демеңдер баяқ өткен сал түзілді. Қош келдің берекелі Түркістанға, базарында мереке бар қызырлы. Тақылдап айтатұғын кезге келдің, тоқылдақпен тасыған дәм тұзыңда бай. Бір ұшақ екеуміздің жеткеніміз, секеңді сылтау қылып неткеніңіз. Домбыраны айтып ем жараспадау, аспанда арыстанды сөккеніңіз. Салонға ұшақ, салонға домбыраны кіргізбейді, әлі сол шешілмей тұр шеттеуіміз. Багажға жіберсең де ақша төлеп шешіліп қалмаушы еді шекпеніңіз. Ұшаққа сыймайтындай не көрінді, бір жыл бойы маңдай тер төккеніңіз. Жоқ әлде бас ақынның құрметіне бас домбыра жасаған жоқ бедіңіз. Әйтеуір әкелудің жолын тауып жөн болар бұл шаруаны реттеуіңіз. Қиыннан қиыстырар жол тапсаңшы, әркімге көрсеткенше өкпелі жүз. Эрмитаждан әкелгені тай қазанды, өз ағаңның ізіміз өйткені біз. Игигигаккоу, агигайеугай, агигигаккеу, игагагагагагай. Оу, Бекеңнің жеткенімен, үйіне кеш, сыйлық қымбат, беретін сыйың емес. Сыйластық қымбат берер сыйың емес. Өзің айтқан жаңағы арыстанды айтыста талай айттық күйіп өңеш. Бекерге уақытты құрытпайық, дау болып жатқандығы бұйыл емес. Одан да 50-дегі ерді айтайық, жарнама жылтыраққа үйір емес. Қошаныптың шапанын жаптау жекең, бұл деген жаяшейін жиын емес. Облыстың әкімі көлік берді, ал бұған қызғанбайды дүйім елеш. Кешегі марапаттан қандай сыйлы жан екенін білуде қиын емес. Сондықтан жерде тұрған арыстандай, аспандағы арыстан бұйым емес. Қандай ұшақ ұшса да осы қазір Бекеңнің беделінен биік емес. Ей, бірісін бісмілләсіз бітірмеген, әр таңы атқан елсің шүкірменен. 90-шы жылдары жүрдік ырас үкімет айтқан қиын үкімменен.
Бөлек сезім еді ғой Түркістанның түнде ашылар базарын күту деген. Тоқылдаққа сыйысқан кезді ойласам, тоғырғандай дірілдейді бүкіл денем. Мектепке сенен келіп, киініп мектеп алды. Бірнеше жыл ұстаушы күтім менен. Бір самсасы тойдырып бір адамды, кәуәбін балда еді түтіндеген. Әрине мен ол кезді ұмытпаймын. Аш кездегі құйқаны құтым көрем. Су жаңа киім киген базар түгіл су ішкен құдығыма түкірмебем. Сен тек бізді киіндірген жоқсың, сен тек бізді киіндірген жоқ едің, сен тек бізді күресіп күншіл азғын күпірменен Сұлтанбек Мұхтар менен өз ағаң боп сұрқия саясатты түтіп жеген. Тірегі тілденімнің Түркістансың, жүрегі жұртымды ойлап løпілдеген. Жалаң қолмен от ұстап ей бар қазақтың, жалаңаш қалған рухын бүтіндеген. Еу болса да ұшақпенен ей домбыра жыр, айтпайық созып тұрып, солғын әзіл. Ол рас тоқылдақпен келер кезге байқасам 20 шақты толды ма жыл. Одан кейін тірлігің оңға басты, тақтайдай жөндеп қойдың жолды қазір. Әуре қылып теңселтпей темір жолмен әуежайға ұшағың қонды қазір. Көшеңде заманауи автобустар баяғы рафиктердің орнына жүр. Бір ай сайын ашылып бір мекеме, бюджеттің азайған жоқ, доллар әзір. Берекең тасығаны осы емес пе? Берекең тасығаны осы емес пе? Шаруаң, шақарыңның шаруасы қоңды қазір. Кеше ғана президент өзі келіп, қалаңның қақпасына толды уәзір. Тоқылдақпен келген жерей тағзым етіп, тоқайып тоқтайтын жер болды қазір. Ереке бүгін несін оу түнер ерісің, қашанда туған жері деп жүрер ерісің. Жолыма қарап жүр деп жерлестерің, айтқаныңа ел құлақ түре берсін. Қосшы дейтін ауылда, Астанада үй салғанын бүкіл жұрт біле берсін. Аяқ асты ауылға кетіп қалдың дедің де күлетін ел күле берсін. Ол қосшы қала болып кетті, сосын Құдайдан қандай тілек тілегенсің. Түбі бір Түркістанға келемін деп байқасам өлеңіңді шын өрерсің. Шынымен туған жерге келер болсаң, текедей ауылыңа тірелерсің. Шабытта сабақ берген оқытушы МКТУда ұстаз боп шіренерсің. Домбыра жасайым десең, жаңа ашылған қолөнер мектебіне кіре берсін. Шынымен туған жерге көшіп келші, жастардың қадамына гүл егерсің. Тегін жердің баласы емессің ғой, әулиелі мекенде түлегенсің. Кім білет өзің туған ей текені де тез арада қалағып жіберерсің. Мейірбек, кешір алсаң кешір алшы. Қорболдау домбырасыз есіл әнші. Ұшақпен екеуміз ақ келген жоқпыз, Ирошпен Жансаяны қосып алшы. Олардың да қалды домбырасын өтірік айтсам еттен ет кесіп алшы. Сенің де домбыраңды қалды ғой, оның қайда қалғанын есің алшы. Біреудің домбырасын ұстап алып, ал енді бөсеріңді бөсіп алшы. Өзбек әлінің ізіміз деп қоясың, ел алдында болмайық бос ұраншы.
біз әлі ондай дәрежеге жеткен жоқпыз. Басымызға тиеді осы қамшы. Эрмитаждың қазанын не қыласың, экипаждың шаруасын шешіп алшау. Сүйрікке баяу емес, ағыс керек. Жүйрікке жаяу емес, жарыс керек. Көшіп келіп текені қала қыл деп інісі ағасына дәріс береді. Көшіп келсем бір орын табылады, бұған дейін қанша рет шанс боп еді. Мен бірақта әдейі көшпей жүрмін, біздің көз жақын емес, алыс көреді. Оңдасынып Мәскеуде отырса да, беріпті туған елге арыс көмек. Сондықтан да әдейі көшпей жүрмін, жоспарында көп әлі тағыс бар еді. Түркістан бұдан ары түрленуге Астанада тұратын таныс керек. Астанада жүрсем мен гәп бәр шығар. Айтыстадан не түрлі аттанышы бар. Ол жақта 25 жыл жай жүргем жоқ. Жүр онда өз отанын сақтаушылар. Түрлендіріп жатырмыз Түркістанды. Бұл қазір ел білетін ақпар шығар. Қанша мектеп ашылып жатыр мұнда, балалардың басында бақ бар шығар. Солардың біреуінен кем дегенде болашақ нәзірменен сәттар шығар. 5 бірдей спорт кешені ашылыпты. Батыр елге бұл да бір мақтан шығар. Солардың да ішінен кем дегенде Бекзат Дидар Хамзадай атпал шығар. Мәдениет сарай салуға себеп болған мәдениет сүйетін қарттар шығар. Өнер орталығына себеп болған зыр жүгірген тұрардай датқан шығар. Ипподром салуға себеп болған Бекеңнің үйіндегі аттар шығар. Кентау жаққа бөлеміз көңілденді. Ол жаққа да жазылған хат бар шығар. 70 жыл жөнделмеген жылуына өкімет біраз қаржы тапқан шығар. Мен ол жақта бостан бос жүргенім жоқ. Бұйрық шықса Астана жақтан шығар. Мұның бәрін несіне айта берем, үлкендер кеше келіп қайтқан шығар. Менен бір күн ертерек кетіп еді, президенттің өзі де айтқан шығар. Құлқынның деп жүргем жоқ, құлы болсам. Ұлтымның деп жүрмін ғой, ұлы болсам. Мейірбекжан мен үшін алаңдама, іспенен дәлелдеймін ірі болсам. Меккеге хижрет қылған сахабадай, текеге қызмет қылам тірі болсам. Біріміз шауып жүрміз төл өнер деп, біріміз шауып жүрміз қол өнер деп. Өзіңде шиелінің баласы едің, дос болдай сөз ұстаған көгерем деп. Бала бидің аулында тұрғаннан соң, бала күннен боп тудың көреген боп. Сенде менде тұрамыз Астанада. Мейірбек неге бұны елеген жоқ? Астанада көп болды жүргеніңе, асқынған сағынышты өлеңем деп. Сіздің бейнет бізден де ауыр, бірақ ел жұрттың құрметіне бөленем деп. Патшаның өзі саған атақ берді, еліне сіңірді деп ерен еңбек.
Сол атақпен ауылға өзің барсаң, кім білет шиелі де көгерер ме ед? Қолы күс маңдай әжім аталарың, жолыңды тосып отыр келе көр деп. Сүйеді-ау сенің әппақ саусағыңнан, ерен еңбек сіңірген немерем деп. Өлі балық жолығып өлмегенге, қарашай балдай болар шөлдегенге. Маңдайға бұл тағдырдың жазуы ғой, Мейірбек сыртта жүрміз сенде менде. Ақындарға ауылға көшіп кел деп, шеберсің ақыл айтып дем берерге. Өзің қашан көшпексің шиеліге, астыңа жортып мініп көк дөненге. Дәл осы атағыңмен елге барсаң, Заврайоны боласың кем дегенде. Жүрсін ағам айтпақшы байқаш өзің, жарнама жасап кең көлемде. Жұрттың бәрін ауылға шақырып ап, өзің болмай қап жүрме мен кегенде. Ай-ей-ей-ей. Деп жүрме Мейірбекті тайқып берді, шабыттың ел алдында шалқып берді. Заврайонна болат деп кем дегенде, ініңді шақырдың ау тәртіппенді. Қызметке қызығар жан емеспіз. Дәл мынау айтқан сөзің артық болды. Бекеңді де бір жылы білесің ғой. Қызметтің буына балқып берді. Заврайонна түгілі Гараноның қызмет. Заврайонна түгілі Гаранолық қызметінен айтысқа қайтып келді. Ашуланып отырсыз, ағай неден қар жауған қабағыңа қарай берем. Домбыраны айтып ем, долдандың ғой. Самарқау күйге түсті сарай деген. Бермесең бермей-ақ қой, сыйлығыңды өзіңе оңай болса солай деген. Сараңнан мал сұраудан біздің қазақ соқырдан жол сұраған оңай деген. Ерекең не айтса да ұқпайды екен, осылай екі ақынды жұптайым екен. Өзің келмей қалма деп мен келгенде, Жүкеңнің айтқан сөзін құптайды екен. Жақсы сөзді Ереке айтпайсың ба, мына сөз көңілімді жықпайым екен. Теке дейтін ауылыңа барып едім, сол жайлы дерекпенен нықтай кетем. Ауылыңда суық су табылмайды, колонкадан ыстық су ұрттайды екен. Ал енді Ерекеңе қарап тұрсам, ерініне жұқпайды екен. Ауылынан ыстық су шыққанымен, ауызынан жылы сөз шықпайды екен. Ерекең шиеліге кел дегені, еліңе қызмет етіп көр дегені. Түркістанға сіз көшіп келген кезде шиеліден көрерсің сен де мені. Ол рас туған жерге барар болсам, жерлестерім демейді демдемені. Саусағыңнан сүйеттеп қариялар айтқаныңды ініңіз жөндеп еді. Мен туған жер отаны ақ күріштің бұл жақтың палауына ең керегі. Ыбырай Жақайыптың ауылы ғой, тарихта қай кезде де зор беделі. Сондықтан Мейірбектің ерен еңбек медалына таң қалмас кеудедегі. Егістікте ер жеткен кетпен ұстап, біз жақтың әр қазағы еңбек ер ауай. Оу, иманды жігіт едің ести балы. Тіліңмен мықты болсаң шеш биданы. Тартысты айтыс жасады деп ойлаймын, айтыстың Роналду мен Мессилары. Бұл бекең қай ақынмен айтысса да, қарсылас соққысынан еш жимады. Жасы кеп шау тартама деп ойласақ, бұрынғыдан азаймайды еш қинауы. Соның бәрін айтысқа өзі қосып,
Болсын деді дәл бүгін кеш мейманы. Бұл сайыс бұрынғыдан бөлек сайыс, дақпыртын бүкіл қазақ естиді әлі. Бұл айтыс Бекарыстан қорлық көрген ақындардың бейне бір фестивалі. Дәуірлерден сақтасын дәстүр өлген. Құлагер оза шауып шапсын елден. Бекарыспен ұқсатсақ бейбарысты, үйлесім бұл тақырып тапсын елден. Бекарыс Мысыр барып көсем болды, талқандап талай жауды тапшыренген. Ал Бекарыс айтыста шешем болды, дәл одан асқан бар ма тапшы мерген. Бейбарыс Мысыр тастап ел көр алды, елінің мейірімін тапшы көрген. Ал Бекең туған жерден ұзамады, ажырамай Қаратау қарт сілемнен. Ақсақалдың ұлына қол соғыңдар, ақсақалдың ұлына қол соғыңдар, қайсарлығы қазақтай қасқыр емген. Қандай ғажап әуелетіп ән салған, тыңдарманың тұрған кезде тамсанған. Айналайын Түркістанның жұртынан, әз наурызда жақсылыққа жар салған. Жаңа жасың құтты болсын Уабеке, қош 25 қош келдің деп қарсы алған. Арыстаным құтты болсын елуің, сертке берік бір едіңіз серіннің. Ақбаснардай келе жатыр көш бастап, ақ батасын алған перзент елінің. Қазыда да келді қанша достарың, тілек айтып айтар бүгін тостарын. Елу деген қартаю деп ойлама, бұл екінші тынысыңды ашқаның. Құтты болсын жалын атқан 20-ға, орда бұзар 30-ыңды қосқаның. Отырарың туып өскен мекен ғой, Түркістаның түбі сізге шетел ғой. Ердің жасын елу дейді бұл қазақ, ер дегенің елін сүйген бекен ғой. Жамал жеңгем іргеңізді бүтін қып, жас баладай жаныңда жүр күтім қып. 4 балаңның арқасында дәл бүгін 4 құбылаң тең болып тұр шүкірлік. Қаныбектің қаны бішіп бұлағын, Әсел ханның өшірмедің шырағын. Аманатың жетер ертең ұрпаққа, аман болса Шұғайыппен тұрарың. Шапаның мен домбыраңның егесі, Шақмардан ұлың ау деп ұғамын. Салым салдың көкпарда да батыр боп, аттарыңның ел біледі атың көп. Атшабарың құтты болсын ашылған, енді соған барасыз ғой батыл боп. Оңтүстікте көкпаршы көп көр тақым, ал қазақта Бекарыстай ақын жоқ. Еңбегіңе ел болып қол ұрарымыз, әр ісіңе біз сүйсініп тұрарымыз. Таланттарын тірісінде сыйлаған Түркістанның ел жұртына мың алғыс. Құтты болсын алған жаңа көлігің, ордендерге тола берсін өңірің. Бекарыс боп жырыменен жұбатсын, бекзатынан айрылған ел көңілін. Түркістаным мен өзіңмен мақтанам, ақ батаңды алып бүгін аттанам. Ал аман бол Түркістанның ел жұрты, жақсылықты қай кезде де жақтаған. Ұлы жібек бойындағы дәл бүгін ұлтымыздың төл өнерін сақтаған. Мына бала әңгіме ұқпайды екен, ерініне жұқпайды екен. Ауылыңнан ыстық су шығады дейді. Байқаймын бұл мазақпен ұтпайды екен. Аузыңнан жылы сөз шықпады деп, астынан су шыққандай нықтайды екен. Мен де сенің ауылыңа барып көргем, шалдарың дихандықты құптайды екен. Жеріңнен тәтті жеміс шыққанымен, ауылыңнан тәтті жеміс шыққанымен, аузыңнан жақсы лебіз шықпайды екен. Шалындай болмасам да құл екенің, мен енді көргенімді жыр етемін.
Бізде бәрі еңбек ері деп отыр, бізде бәрі білмеймін өтірік пе, шын екенін. Шынымен еңбек ері көп болып жатса, мен саған жақсылықты тілетемін. 75 жыл болды ғой, жете алмай жүр. Жүкеңе берсеңдерші бір екеуін, ей Қаратау басың биік қыран ұшқан, қыраны самғап келер тым алыстан. Ал беке 50 жасың құтты болсын, домбыра жоқ әнәп келдім қуаныштан. Бекеңді арыстан деп тек айтпайды, арттағы інілері құрақ ұшқан. Өйткені Бекең туған жерде жатыр Қожа Ахмет Яссауидің пір арыстан. Мұзбалақ Мұқағали айтқандай-ақ, айтайын бір сөзімді құрап ықшам. Бір арыстан өмірден өткенменен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Ертеде Хамза дейтін сахаб өткен, дінінің дұшпанымен мың алысқан. Елшінің арыстаны деп атапты, бас көтеріп шыққан соң құрайыштан. Пайғамбар ерлігіне тәнті болып, сапарға өз қолымен шығарысқан. Ең құрметті бұл есім жәннаттағы арыстан деп айтыпты жұбаныштан. Мен мұны тектен текке айтқаным жоқ, жоқ әлі дін ауысқан, діл ауысқан. Төрінде арыстаны алшаң басқан, Түркістан фәнидегі жұмағыстан. Әужекең басқа ұлдыр қайтқа. Ал Мейірбек, болды енді жайттан айтпа, осы менен айтысты аяқтайық. Аман есен жетейік, айттан айтқа. Мейірбек. О, жарасқан әз наурызда жақсылдарымыз. Тілекке жырдан ойу жапсырғанбыз. Жүкеңе бір ағаңды берсеңші деп, айтқаннан ауру таптық асқынғанбыз. Ол жағын уайымдама, бір ағам бар, көңілді Ермановқа қош қылғанбыз. Жүкеңді 100-ге дейін сүйеп жүр деп, Иранғайып ағамды тапсырғанбыз.